Sega KZ арнасы 2020 жылғы 31 қазанда ашылған. Арна Қазақстанда тіркелген. Алғашқы жылы-ақ миллионды қаралым жинайтын видеолар шығара бастаған. Арнада 340-тан астам видео жарияланған. Жалпы 217 миллионнан асқан. Жазылушылар саны 790 мыңға жақындаған. Арнаның ең танымал серияларының бірі мектеп оқиғасы болған. Ең көп қаралған видеосы 4,7 миллионнан аса қаралым жинаған. Топ 5 видеосының бәрі 3 миллионнан көп қаралым жинаған. 250 оқушы ең үлкен стрелка видеосы 3 миллионнан астам қаралым жинаған. 201 атуға стрелкаға келді видеосы да 3 миллионнан астам қаралым жинаған. 150 адам ең үлкен стрелкаға келді деген видеосы да миллиондаған қаралым жинаған. Арнаның атауы ашылғаннан бері өзгермеген. Контенттің негізгі тілі қазақ тілі болған. Арна ойын тақырыбын кино форматымен біріктірілген. Кейіпкерлер бірнеше бөлімде қайталанып шығатын болған. Бірнеше видео бір күнде 100 мыңдаған қаралым жинаған. Арна өсуінің негізгі кезеңі 2011-2012 жылдары болған. Кейбір видеолары бірнеше жылдан кейін де қаралым жинай береді. Ең танымал видеоларының атаулары кино сөзі жиі кездеседі. Стрелка тақырыбы арнадағы ең танымал бағыттардың бірі болған. Арнада бірнеше бөлімнен тұратын сериал форматындағы видеолар бар. Көптеген видеолар 20 минуттан ұзақ болған. Арнада бірдей кейіпкерлер әртүрлі оқиғаларда кездесетін болған. Көп қаралған видеолардың көбі мектеп тақырыбында болған.